9 және 11 сынып түлектеріне бүгін 25 мамырда Риддердің 16 мектептерінде соңғы қоңырау соғылды. Мектеппен 201 түлек қош айтысты. Биылғы оқу жылында Риддердің мектептерінде 7000-нан астам оқушылар білім алды. 211 сынып оқушыларына соңғы қоңырау соғылды. Нөмірі 2 мектебіндегі соңғы қоңырауға Риддер әкімі міндетін атқарушы Мұрат Байжуменов қатысты. Мектептен 11 А сыныбы түлек болып аттандырылды. Бұл алтын белгіге бірден 2 үміткері бар, қалғандары жақсы және өте жақсы оқитын жалғыз ғана шығарылым. Мұрат Байжуменов мектеп түлегі Михаил Бутинге Риддер жылу энерго орталығындағы жөндеу кезінде көрсеткен көмегіне және ақпараттық қамтудың дайындығы үшін мадақтама табыстады. Михаил бағдарламалау бойынша танымдылық сайыстардың жеңімпазы әрі жүлдегері болып табылады. Шаңырақ мектеп гимназиясының түлектерін әкімнің орынбасары Ерболат Ошақбаев құттықтады. Шаңырақтың бұл шығарылымы шағын 2 сынып және небәрі 10 түлек. Үздік аттестатқа 1 түлек үміткер. 488 оқушының арасынан сылып шығып, ортада 10 оқушымыз тұр екен. Білім алып, бойлардың бәрінде жігер толған, патриоттық рухтары мықты қазағымыздың белді бір азаматшалары мен азаматтары болатындай кең жайлау қазақтың жерін мекендеген ата-бабамыздың рухыменен рухтанып тұрған біздің мына жас түлектерге тек қана жақсылық тілеймін. Абай атамыз айтады ғой, сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бәрі қалан. Осы дүниеге тетігін тапып қалыңыздар. Осы дүниенің маңыздылығын, Қазақстанымыздың қаншалықты қазіргі кезде бай, әдемі, тұғырлы, тәуелсіз мемлекет екенін сіздер нығайту үшін жаралған жастарсыңдар. 21 ғасырдың жастары қазіргі кезде өте жігерлі болу керек. Біздің қаншама ата-бабамыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен алып өткен жерлерін бәрін түгел тәуелсіздігін нығайтып, осының барлығын түгел ары қарай дамытып, өркендетіп, сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан сіздерге жастар біздің Қазақстан Республикасының президенті өте көп жүк артады. Сонымен қосып сіздерге сенеді. Биыл Риддерде алтын белгіге 7 түлек үміткерленеді. Үздік аттестатына 14. Ұлттық бірыңғай тестілеуге 155 түлектерді қабылдауды жоспарлап отыр. Естеріңізге саламыз, өткен жылы ұбт-ны 152 адам тапсырған және қала бойынша орташа балл 71 болған. 667 адам биыл 9 сыныптардың түлектері болып шығады. Орта білім туралы үздік аттестатына 32 9 сынып оқушылары үміткерленуде.